Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырып бір жасқа алған сыйлықтарымызға распаковка және де обзор. Қазір қандай ойыншық алғанымызды сыйлыққа көрсетемін. Және де келесі обзор бір жаста бала нақты ойнайтын ойыншықтарға арналады, сондықтан оны екі бөлімге түсіруді шештім бөліп. Әрине бізде көбінде сыйлықтар ақшалай және киіммен келгендіктен ойыншықтар осы ақтал. Ең бірінші сыйлық ол детский мирдан алған руль ойыншық. Яғни мен сіздерге детский мир туралы видеода айтқан болатынмын, баланың туған күніне 3000 бонус сыйлайды деп. Соған осындай руль алдық. Коляскаға немесе манежға іліп қойсаңыздар болады. Бірақ мынау әлсіз екен, тез оңай ашылып кетеді. Енді көрсетейін қалай жұмыс істейтінін. Мына жерде сыдырмақтары бар. Осылай тұрады өзі. Упаковкада осылай тұрды. Келесі сыйлық. Безикубты көрсетейін. Мынау ағаш түрі. Мына жерге салатын формочкалар мынау. Мына жерде сағат тілі. Келесі ойыншық. Мен сіздерге ойыншықтар туралы обзорларда көрсеттім. Безикубтың пластмассовый түрін. Енді мынандай Fisher Price брендінің мынандай кубиктары мен бір жасқа өте керек ойыншық. Келесі ойыншық. Мына машинаны ашып көрсетейін. Қазір бұндай ойыншықтың паровоз, автобус әр түрлісі шығып кетіпті. Басында тек қана осындай машина болатын. Ішіне батарейка бәрін салып қойғанбыз. Бірден көрсете берейін. Өте сапалы пластик екен. 3 батарейка керек. Осылай жанады. Қазір светті өшіріп көрсетейін. Енді қалай жүретінін көрсетейін. Бір жастағы кіші балаларға алса болады деп ойлаймын. Ешқандай деталі алынып қалмайды. Көп ойыншықтарда 3 жастан деп жазылып тұрады екен. Келесі
келесі ойыншығымыз мынандай песочницада ойнағанға, құмда ойнағанға, грузовикпенен, қарапайым шелек күректермен кез келген балада болу керек. Сумен де, таспен де, құммен де ойнаса да, және оған жүп байлап қойдық өзіміз. Сонда бала талакар сияқты сүйреп мәз болып жүреді. Келесі ойыншық ол улитка, бассаңыз өшіріп кетіп қалды. Бір кнопканы басу арқылы жүреді. Және қарапайым машина. Алдындағы біз түсірген велосипедте мынау талакарда каталка сыйлық болатын. Сондықтан ұмыт кетпеу үшін қойып қойдым. Және де мынандай секіретін резиновый ослик қазір музыкамен шығатын болыпты. Ана біраз секіріп ойнай алады. Келесі ол мынандай паровоз. Мен бұны әлі ашпадым, себебі 3+ деп тұр. Шынымен де ішінде опасный детальдар болғандықтан осылай сақтап қоям. Сәл өскенде бірақ ашам. Бірақ сіздерге көрсете салайын. Міне жинадым, қазір қосамын. Неге екенін білмеймін, бірақ YouTube осындай көбінде ойыншықтар түсірген кезде комментарийді өшіріп тастайды, өкінішке орай. Сондықтан ескертіп отырмын достар, мен емес оны өшіретін. YouTube'ның өзінің көп заңдары бар, ережелері. Соңғы сыйлығымыз ол бассейн мен баллон. Осымен подарктер бітті. Енді сіздер балаларыңызға 1 жасқа қандай сыйлық алдыңыздар, немесе сізге қандай сыйлықтар сыйлағанын комментарийге жазып кетіңіздер. Бізге оқыған қызықты болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.